Hello guys, ағылшын тілі нөлден бастап үйренудің 10-шы сабағы және бізде бүгінгі тақырып the modal verb can. Can дегеніміз able to do something, бір нәрсені істей аламын деген сөз. Яғни ability қабілетімізді айтқан кезде қолданамыз. Мысалға, I can sing, мен өлең айта аламын. I can swim, мен жүзе аламын. Немесе I can play the piano, мен пианинода ойнай аламын. Окей. Формуласын мән берейік. Формуласында бізде subject және одан кейін can және одан кейін verb, етістік келеді. Етістік еш қалай өзгермейді. Ешқандай жалғаулар қойылмайды. Мысал келтіріп көрейік. He can cook, ол тамақ пісіре алады. She can play basketball, ол баскетбол ойнай алады. They can ride a bike, олар велосипед айдай алады. Окей, good. Енді болымсыз формасына келейік. Болымсыз формасында біз жай ғана can't жалғаймыз. Subject, одан кейін can't, и одан кейін verb етістік келеді. Can't дегеніміз cannot'тың қысқаша түрі. Сіздер cannot қойсаңыздар да болады, немесе can't қойсаңыздар да болады. Мысал келтірейік. I can't play chess. Мен шахмат ойнай алмаймын. He can't read. Ол оқи алмайды. We can't speak Spanish. Біз испан тілінде сөйлей алмаймыз. Окей, guys, енді сұрақ қойып көрейік. Сұрақ қойған кезде can алдына шығып кетеді. Can, потом subject және одан кейін verb, етістік келеді. Мысал келтіріп көрейік. Can you ski? Сен шаңғыда тебе аласың ба? Сұраққа жауап береміз. Yes, I can. Я тебе аламын. Немесе no, I can't. Жоқ, тебе алмаймын. Окей, one more example. Can your sister skate? Сенің әпкең коньки тебе алады ма? Сұраққа жауап береміз. Yeah, she can. Я тебе алады. Немесе no, she can't. Жоқ, тебе алмайды. Окей, guys, осымен сіздерге тақырып түсінікті болса, қазір кішігірім практика жасап кетейік. Мына жерде әрбір сөйлемге болымды формасын, яғни can, немесе болымсыз формасын can't қойып жазып шығыңыздар. Қазір видеоны пауза қойып осыны істеңіздер. Бұл бірінші задание, одан кейін екінші заданиеға көшеміз. Окей, let's go. Істеп болсаңыздар, қазір келесі заданияға көшейік. Келесі тапсырмада сіздер берілген сұрақтарға жай ғана қысқа жауап беру керексіздер. Жаңағыда yes, I can, немесе no, she can't деген сияқты, я немесе жоқ деп қысқа жауап береміз. Видеоны пауза қойып осыны істеңіздер, сонымен екі тапсырманың да жауаптарын бірге тексереміз. Окей, істеп болды деген ойдамын. Қазір жауаптарын тексеріңіздер. Бұл бізде бірінші тапсырманың жауаптары. Сіздерде барлығы дұрыс болды деген ойдамын. Қазір екінші тапсырманың жауаптарына көшеміз. Және екінші тапсырманың жауаптары. Окей, guys, барлығы дұрыс болды деген ойдамын. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.